Қылмыс романының жалғасын тыңдайсыздар. Қоқыр соқырын көтеріп, арып шаршай жеткен көп жалданбаға ол қибұлдана қалды. Қи емес-ау, бай бұлданды. Бәріміз тұп қотарыла, бірақ шұбырмай біреуміз ғана келіскен болсақ, бәлденбай өзі белгілеген ақыны толық беретінде сияқты. Аяғына келген Айсұлуды тегін күң деп тебетін бай, табаны тесіліп жеткен ажалшыларды аяй ма? Жариялаған ақысын жарымына бірақ түсірді. Еңкейіп келгенімізді көрді де шалқақтап қайта алмайтынымызды білді. Қидың қасындағы жер тамға жаңбырдан паналай қалғанымызды көріп тіпті білді. Әкем 2 күн сөйлесіп жарым ағаш бидайды әрең қосқызды да 10 мың кесек қиды 2,5 ағаш бидай жеп қана құятын болдық. 500 сиыр мен 200 жылқының қыс бойы үйілген көңі бақтының тауындай көрінді маған. 30 мың кесектен асады деді Бигелді. Асса және сол бағада ақысын аласың деп бай мол қолсынды. Бірақ оның мол қолдылығы құятын қалыбының үлкендігіне толық сенгендіктен айтылған екен. Бір қалыбының өзін жөбжеңкі адам көтер алмайтындай жасатыпты. Мен де құямын деп құлшынған биғазы қалыпты көтер алмай жайына қалып, Бигелді мен әкеміз ғана құюға кірісті. Біз әрине емілден құрт балық аулауға ғана жарадық. Бірнеше күн өткенде екі ағаш бидайдың жарым түменді құюға да әрең жететінін білдік. Жайшылықтағыдан 3 есе үлкен қалып қиды, сан жағынан маңдатпай қойды. Мықты әкеміз тұзаққа түскен торғайша тыпырлады. Мойнына түскен қыл тұзақты ақылды торғай сыпырып кетеді. Бірақ бұл тұзақты сыпырып кетуге біздің ақылымыз жетпеді. Олай болғаны бидайы желініп қалды ғой. Көңшілер жан алқымға түсті. Азық азайған сайын тыпырлай күшейе түсті де қыл мойнындағы тұзақ қылғындыра берді. Негізгі кәсіп біздің балықшылық кәсібіміз болды. Өзеннің ағыны бәсең ернеуінен өрге қарай шұбаған құрт балық біздің сүзген дастарханымызға да ысыра көсіп көтерген шелегімізге де быжынап түсіп жатты. Олар тірі күйінде кішкене қазанымызда ойнайтын болды. Су ысыған сайын жақсы ойнайды. Дүниеде өлімге мойынсал болып қуанышпен өлетін жәндік осы құрт балық екен. Дәл өлер кезінде асыр салады. Бойы жылынғандығынан су қайнасымен мыж-мыж болып тегіс ұйқыға кетеді. Бұл кезде тіпті біз жеп жатқанымызды да білмейміз. Біз қап-қара борбайымыздың жарылуына қарамай сол қуанышты құрттарды ғана көретін болдық. Түсте де кеште де соны жеп рахаттанып жүрдік. Өлмегенге өлі балық жолығады. Таудай тезектің жарымы ғана құйылып бидай таусылған кезде құрт балық үрдіс желініп сыпырамай тышқаққа айнала бастаған кезімізде бізге өлі балық жолықты. Су құюға дайындап жайған көңнің арасынан кішкене былғары қалтаға салынған бір кесек апиын ескі көздей күле шықты. Әкем де күліп жіберді. Тірсектегі көңді дереу жуып үлкен жолға қарай жөнелді. Бұл апиыншыларға алтын есепті қымбат деп Бигелді қуанды, арзанға сатып қойма. Бір ағаш зығыр мен 2 ағаш бидай сол күні іздеп тапты бізді. Апиыны таусылғандықтан сырқаттанып жүрген бір қара сұры қазақ байы ере жетті. Жергілікті ауқатты қазақтардың да кейбірі апиыншы болып алған екен. Бидай мен зығыр арбадан домалай түсісімен қожайын да домалай түсіп, жер үйіміздің табалдырығына отыра қалды. Әкем оның неге олай отыра қалғанын білген екен. Түйенің құмалағындай қара қоңыр алтынын қолына ұстата қойып еді, Байекең иіскеп жіберіп, бір күрсінді де бидайын үзіп алып, аузына сала қойды. Әкем үңіле қарады оған. Сіз жеуші ме едіңіз? Тартушы едім, қорқорым үйде қалды. Маңдайынан бұрық ете түскен терін алақанымен сүрте салып жөнеле берді ол. Зығыр мен бидайында шешем қуырып қосып келіде жашыды да алдымызға қойды. Біздің де маңдайымыздан тер бұрқ ете түсті. Үй ішімізбен батып қалған сол бәле қидан осы өлі балықтың күшімен бір айда әрең құтылып дереу көше жөнелдік. Мойнына оқыс келіп қалған тұзақтан қатты шошып қалған торғай енді бұл маңайға тоқтасын ба? Шәуешек жолындағы көп жұмысшы жалдайтын мойкеге қарай тарттық. Екешкіден басқамызда күй қалмапты. Алыптай Бигелді мен әкеміздің мойындары сол тұзақтан қылдырықтай болса да үзілмей әрең шықты. Ал шешеміздің қалы бұлардан да мүшкіл еді. Бұл көште ең күшті нарымыз сол екешкі болды. Жүктің көбін сол екеуіне арттық та боталарын қосып айдай жөнелдік. Ерекше бір күлкілі дүниеден шығып келе жатқандай. Керуеніміз маңырай шұбады. Жол жөнекей кезіккендер біздің
Біраз ұялғанымыз болмаса, жүрісімізде пәлендей оғаштығы жоқ сияқты. Кәдімгідей зор тізбекті керуен болдық. Бізде де түйе керуенінің қоңырауы сияқты даңғырлайтын леген бар. Біздің де жүк ауып барады, бас, көтер деп саңғырлайтын ақсақалымыз бар. Ең кемі ақ бұрау сал деген сөз шықпайды. Ешкі сірә жүк көтеруге көнсе де бұрауға көнбейтін тәрізді. Сол райларын бағып, бұрау салмасақ та лақтарымен үздіксіз маңырасумен болды. Біз де қылмыстыларға ешкі болуларына тойған сияқты. Балам, менің не болғанымды көріп келесің ғой. Қылмыстыларға түйе болудан, кемелектен өлудің өзі жақсы деп лағына үздіксіз өсиет айтып келе жатқан сыңайлары бар. Көтерген жүгін мөйкіға күн еңкейе әрең жеткізген екешкі кәдімгі түйеше шөгіп демалды. Сүт шықпай қара шай іштік. Қабағымызды теріс салып қайғыра іштік. Өйтетініміз мөйкінің жүн жуу жұмысы тоқтап қалыпты. Енді кәсіпсіз шиқылдайтын болдық деп қайғырдық. Бізден бұрын келіп шиқылдап жатқандар тіпті көп екен. Иын тіреседі. Шақырайған тымырсық ыстықта алан ашық жатқан ашылаңаш жұмыссыздар бық-бық етеді. Бекер бықылдап та жатқан жоқ. Биыл бар жерге төнген ашаршылық апатты айтып, қырылудың ашты түтінін морлатып жатыр. Бұл қылмысқа қалай шыдарсың? Таңертең екешкіні қомдап жіберіп тағы көштік. Қала ішінде өкіметтің тас жол жұмысы бар екен деген бір жылы сөз жылжытып ала жөнеліп еді. Бигелдімен әкеміз бастатқан 4 түйе ыстық топырақты бұрқылдата, бота тайлақтарын шұбата отырып, шәуешекке күн еңкейгенде әрең жеткізді. Жасалып жатқан тас жол Жамбылдың шығыс жақ сыртында екен. Біз жол бойында ағаштың бұтақтарынан балалардың ойын үшін жасаған күркесіндей кішкене үйшіктерге бастарын ғана тығып жатқан қалың жұмысшыларды көктей өтіп, жоғары жағында жарға қарай тарттық. Әдетіміз бойынша соның бір үңгірін тауып кіріп алмақ едік. Сыртымыздан таныған біреулер айқай салды. Бақсақ көпшілігі біздің елдің адамдар екен. Біз кірмекші жардың бүгін ғана 2 үйлі жанды басып қалғанын, олардың сүйегінде ала алмағандықтарын айтты. Жамбыл қабырғасының былтыр хұйзулар ойған үңгірлеріне паналаған жұмысшылардан қаза болғандар да көп екен. Шешемнің төркін жұртынан бірнешеуін сол үңгірлер басып қалыпты. Аман қалғандардың әдісімен біз де түнделетіп жүріп, ағаш бұтағынан үйшік жасап алдық. Тергеушім, есіңізде шығар, былтыр біз шәуешекке алғаш өткенде Қайыспектің кішкене үйіне симағандығымыздан қала шетіндегі зар мұңға толы бір мал қораға түнегенбіз ғой. Сонда бізге танысқан Омар атты мысқылшыл шал бізге шәугімін беріп шай қайнатып, ішуімізге көмектесіп еді. Бұл жолы тағы соның үйшігінің іргесіне келіп қоныстаныппыз. Түнделетіп бізге үйшік жасауға Омар тағы көмектесті. Қыдырған әйелдердің өсек таппаса өксіп жылап қайтатындығын жайла мысқылдаудың орнына өз өксіп көрген қорлығын, туған жерінен ауған өкінішін айта жүріп көмектесті. Мені босқын етіп осы халге түсірген коммунистер емес, көрге кіргір немерелес інім Бекеш қыр соңымызға түсіп бүкіл туысымызды қирата түрмелетті. Сібірге айдалудан қашып аман құтылғаным мен едім. Енді осы құлдықта құритын сияқтымын, әттең соны деп қалшылдап кетті Омар. Ол Бекеш не орында еді деп әкем ширай сұрады. Ақ жүрек белсенді деген мәнсабы бар, шынында нағыз қара жүрек еді ол. Коммунист партиясына кіріп алу үшін бізді қырып беруге салынды, іздегені пәле жала. Ақтай Санатбайдың туысы деші. Біздің күрке Омар мен әкемнің осылай ширығуымен тез қалқиды. Ашулы, кекті қолдар ағаш бұтағын аштығына қарамай жұла беріпті. Тасжол жұмысының ақысы әр жұмысшы күніне 3 уақ жейтін 250 грамдық 3 тоқаш еді. Жұмыс істемеген күні ол да жоқ. Байдың қыл тұзағынан қашып келгенімізде өкіметтің бұл тозағына басымызды тұрмыс еріксіз соғындырды. Байдың қиынынан мұның артықшылығы әйтеуір айдап жүріп істететін мылтықты шеріктерінің барлығы болды. Бұрын өзіміз айдап әурелендік қой, мұнысына да қанағат етпей болмады. Біздің үйден дағдылы 3 адам жұмысқа орналасып, зәмбілмен тас суға шыққан күні мен қалтырап безгек ауруымен жығылдым. 4 түйеміз көтеріп келген жүктің бәрін жапқанда да лыпа ғұрлы көрмей селкілдедім. Менің ауруыма шешем қалып қараса, 7 адамның жейтіні 2-ақ тоқаш болып қалмай ма? Беғадыл қалса барлық ауруымызды көтеріп жүрген ешкіні кім бағады? Оны біреу сойып жей салмай ма? Зәмбіл көтеруге жарамайтын беғазы қараса, оның да өзіне лайық бір жұмыс іздеу керек қой. 7 ауызды 3 тоқаш желімдеуге жете ме? Апатай менің қасымда биғайша отырса болғаны бара бер деп жалындым мен. Өз алдыма дербес дірдектей бергім келді.
Қалчылдап алып қатты терлеуге кірісемін. Көз ашқаннан уайымдап үйренген, бала болып ойнауды білмейтін биғайша тыпыр етпей менің қасымда болады. Тер ағып жатқанда мен суға тоймаймын. Ол тәлтіректей барып су әкелгенше мен тағы шөлдеп жатамын. Әрине ол бір шыныдан артық су көтере алмайды. Оның үстіне тәлтіректеп жүріп жарымын жеткенше төгіп болады. Безгектің безілдетуі сөйтіп биғайша шаршағанда ғана тоқтайды да, мұнан соң екеуміз де біраз тыныштық тауып, қарсымыздағы тас жолда өтіп жатқан жұмысшыларға қараумен боламыз. Бірақ бұл қараудың өзі де ауруша қинайды. Жұмысшылар алыстан көтеріп келе жатқан құмды тастарын жерге қойып дем ала алмай майысып, қайысып, бүрісіп, тырысып, терлерін сорғалата өтеді. Бұлардың тізбегінен біздің әке-шешеміз де көзімізге оттай басылып өтеді. Әлсіз нәзік шешеміздің қап-қара болыпты түккен шырайына, ауыр зәмбілді алыстан көтергендіктен білегінің қарымы жетпей, мойнына асып алған ала жібімен көтеріп бара жатқанына, зәмбілдегі тастың үйме болып басылғанына, бар кейпіне ауыр мұңмен қараймыз. Шешеміз сол ауруымызды жеңілдеткісі келгендей біздің тұсымыздан ширақы жеңіл өтуге тырысады. Бізге қаммен қарап қояды. Менің халымды білек еткісі келіп алдартына жалтақтайды. Бірақ арттарында шерік бар ғой, кідіре алмайды. Шіркін шеше. Маған жол бойындағы мылтықты шеріктерден басқасының барлығы аянышты, барлығы қылмысты, сорлы көрінеді. Сұп-сұр болып тынып тұрған аспанда, тіпті бүкіл дүниенің өзі тұтас аянышты, тұла бойымен сорлы қылмысты сияқты елестейді. Соның ішіндегі ең сорлысы мына көп күрке. Күндіз ыстыққа саялылығы, түнде суыққа паналығы жоқ. Қайта мойнын созып бір қырсықты өзі шақырып тұрғандай көрінеді. Үш тоқаш жетуімізге жетіспеді. Жемілдің құрт балығы боғжыны аршылмай пысқан ащылығымен шиқылдатып еді. Бұл тоқаш көпе-көрнеу өзінің тәттілігімен шиқылдатты. Биғазы күнде қаңғып жұмыс таба алмай қасапшылардан қойдың қанын әрең тауып әкеліп жүрді. Әрең табатыны қан алушылар бел тіпті молайып кеткен екен. Таласа тармаса күші жеткені я жылпосы ғана ала алатын еді. Сөйтіп тас жолшылардың көбінің күркесінің алдында қан қайнап, қан қуырылып, қан бауырша қатып пысып жатты. Біз де оны қиялай кесіп соғатын болдық. Бүкіл қауым болып тегіс қан құмарға, қанды шелек, қанды қол, қанды ауызға айналдық. Бұдан үлкен қылмыс бола ма? Біз сияқты айырым кәсіпші бар, қолы ұзын семьялар оның кебегінде тауып әкеліп жүрді. Биғазы онымен туысқаншылап жүріп табады. Оның кебегін қанмен илеп, қалашқа айналдырып пісіретін өнер біздің үйден тас жол бойына таралды да бүкіл қала кедейіне жалпыласты. Бұл қанды қан, қанды қызыл нан біздің талантты шешеміздің тағам ғылымына қосқан жаңа үлесі болды. Қыр соңымыздан қалмай жүрген ашаршылық атты қырсық біздің бұл далбасамызға алданғысы келмей аузын ең мықтымызға ашты. Бір күні түнде Бигелдіні алып ұрды. Бір түннің ішінде ақ тұлыптай боп ісіп кеуіп алған Бигелді таңертеңгі жұмыс уақытында орнынан тұра алмай қалды. Жығылғанның үстіне жұдырық, бұл жұдырық талмау жерімізден дәл тигендей әкем мелшиіп отырып қалды. Дәрмен болатын бірдеме тауып бере алмасақ, 2 күннен қалмай үзіледі деп күбірледі шешеміз. Бигелдіге көрсетпей жылап отыр. Әкемізге бірдеме айтты да жұмысқа жалғыз өзі кете берді. Алдымен Аханға барасың ғой деп жүре жалғастырған сөзін ғана естідім. Қайтып келіп соярсың. Бүгін менің безгегімде ұстайтын күн еді. Құрыштап дірілдете бастады. Бірақ қайғы үстіне қайғы жамағым келмеді. Тісімді тісіме басып отырып алдым. Биғазы көшеге қарай жүгіре жөнелді де Биғадыл ешкісін айдап кетті. Төменгі жақтағы Ақанның үйіне қарай әкем жөнелді. Ақан Қондыбайлыұлы біздің елдің орысша недәуір оқыған азаматы болатын. Ол да бізше босып келген. Былтырғы Хұйзу соғысынан кейін орысша тілі кәдеге жарапты. Жол құрылысына Советтен орыс техниктер көмекке келген екен. Жақында ғана Ақан соған тілмаштылыққа ілініпті. Әкем сол туысынан жәрдем сұрауға кеткенін білдім. Тістенгеніме қарамай безгек бүріп әкетіп бара жатыр еді. Қайықшылдар кетісімен босап кеттім де қалтырап жығылдым. Іркіт толы сабадай болған Бигелді орнынан іркілдеп әрең көтеріліп мені жауып тастады да қайта құлады. Менің қарсы сірескеніме ерегескендей безгектің 81 жыны бірақ бүрді бұл жол. Есім ауыз қыраңқырап кетіпті. Бір кезде көзімді ашып қарасам, қарсы алдымызда жол жағасындағы су қайнатушылардың күркесі үстінде бір орыс қыз отыр. Ол қолын сермеп қояды. Тасжол жұмысшылар соның алдындағы тайқазаннан су алып жатыр.
Күн істик, шайды көп ішіңдер деп айғайлайды. Арбакеш сарт жуан көтек арбаға үйіп басқан тоқаш әкеліп еді. Нан алыңдар, көп алыңдар дейді тағы да. Жұмысшылар қатарға тұрып бір тоқаш алып жатыр. Ей сарт, аналар жейді, бер оларға деп ақырды орыс қыз. Қолымен бізді нұсқады. Бірақ Бигелді де Биғайша да орнынан қозғалмай қарап отыр. Шешем өзіне тиелісі бір ғана тоқашын алып келеді. Барыңдар дедім мен қалтырап, өзім көз алмай қарап жатырмын. Бәрін ал, көп ал дейді ғой. Бұрын жоқ еді, бір жақсы қыз келіпті ғой, барыңдар. Бигелді мен Биғайша сөйлеп жатқан маған қарап қана қояды. Арбаға қарай ұмтылмайды. Жаннан жегісі келіп тамсанса да ұялатын тәрізді. Міне шешемнің бір тоқашымен ғана үшеуі шай ішуге кірісті. Ана қыз тағы айқайлады, бірақ оның тілін алмайтындай ешкім қарамайды да. Әне су қайнатып жүрген Жолдыбай атты би тұз ұрлап жан қалтасына салды. Қасындағы Омар көрмеске салып жүре берді. Япырмай, осынша үлкен кісінің бір уыс тұз ұрлаған-ай, япырмай. Тілінен бал таматын атақты шешенің осынша масқара болған-ай. Әне, бір шерік келіп тінті де тұзын салдырып алды. Шешем де Бигелді де бақ жеп қалды сол жаққа. Су дедім мен қатты күрсініп. Шешем бір шыны су әкеліп басымды сүйеп отырғызды. Соны өлермендене жұтып алғанымда ғана есіме толық келгенімді білдім. Киімім мен жамылшым мал-мандай су болып кеткен. Неғып сөйлеп кеттің бүгін деп сұраған шешеме үн қатпай алдыңғы жағыма тағы қарадым. Жолдыбай бидің тұз ұрлағаны рас екен. Өзіне өзі қатты жәбірленгендей ол мелшиіп отырып қалды. Қатты тиген соққыдан ес жия алмай қалған сияқты. Оның оқыс күйреген жанына медет, көңіліне шипа айтып жатқандай Омар мен бірнеше егде адам күңірене сөйлеп күрсініп отыр. Ал басқа көріп жатқандарда осындай рас болғанымен әлгі орыс қыз деп көргенім күрк ағашының ұшына ілінген қызыл салы болып шықты. Қол сермегендей болатыны соққан желеміктің желпіндіруі екен. Сол орыс қыз болып көрініпті де елеске лайық сөзі де естілгендей сезіліпті. Әкем келді. Әдеттегідей жарты қап бірдеме көтере келді. Көзіміз айнадай жарқырады. Ақан біреуден алажақ бір пұт ұнын алдырыпты да, оған бір пұттай кебегін қоса көтертіпті. Келе нан илеп пісіртіп берді де ертерек туған бір лағымызды бассады. Кешке жақын сорпасы пісе бергенде Биғазы қала жақтан жылап қайтты да Биғадыл дала жақтан көгеріп қайтты. Биғазының бір көзі ісіп кетіпті, себебін әрең айтты. Жаңа түйін тастаған картопты екпеттеніп қазып жатқанында сәйліктің қожасы үстінен түсіп байлап әкеткен екен. Кешке дейін таяқты жеп әрең қайтыпты. Ал Биғадыл ешкі бағып жүріп жаңа бас алған күнбағысты мұжып жей беріпті. Бет аузы көкпеңбек, тілі қап-қара болып қайтты. Енесінен өсиет естіп өлімге разы болған лағымыздың етін құмдай егіліп отырып жедік. Су болып тамшылап та кетіппіз. Бигелдінің ісігі таңертеңнен тағы көбейе түсіпті. Сөйтсе, лақтың сорпасына інілерінің ішкізген ашуы, әке-шешенің қайғысы қосылып, оның буынын біраз бекіткендей сенделектеп жұмысқа шыға жөнелді. Шешем мүлде тыққыштап жүрген қос білезігін қоржынынан алып әкеме ұстата салды да жұмысқа жөнелді. Демек, екі тоқаштың сұлу жүзі тағы көрінгендей болды. Мен ес білгеннен бері екі шомбал білезік шешемнің бар қазынасы болатын. Құйылып өрнектелген қанша жыл өтсе де, оны білегіне бір салып көрмепті. Безену бұйымынан қатты безетін шешем ауыр деп сылтау тауып сақтаған тазада сом күміс екен. Бұл зор ашаршылықтың арандай аузына осыны салып өздері тірі қалуда кеше кеңесіпті. Әкем бүгін соны ілушін жаққа ала жөнелді. Сөйтсе де суыт кеткен жол қайта оралып мені қатты шошыта кетті. Былай шыға беріп, қайта оралғанда екі қолын артын ұстап келе жатыр еді. Биғайшаны ым қағып сыртқа шақырып алды да, ерелеңдеген бір ұзын жыланды сумаң еткізіп маған лақтырып қалды. Мен шыр ете түстім, ырши жөнелдім. Дәл қарныма келіп тиген тірі жылан ысқырып қалып іргеге тартты. Шақпайды, шаға алмайды, тісі қайырылған деді әкем. Басу айтты сонан соң. Безгегің енді жазылады, ана жыланды өлтіріп, терісін сыдырды, Бигелдіге қайнатып бер деп Биғазыға тапсырып теңселе басып жүре берді. Безгекті әкемнің осылай қорқытып емдейтінін артынан ескердім. Терісін сыпырып алып, турап қайнатылған жалаңаш жыланмен сол күні түстікте Бигелді сорпаланып еді, ертеңінде ісігі басылыңқырап қайта арықтай бастады. Безгегімнің ұстамағанына мен де қуандым. Бір жыланның екі ауруға ем болғанын көрген Биғазы енді жыланшы болып алды. Оның жылан әкеле жатқанын алыстан байқайтын мен айдалаға қашамын. Ал мен қорқатын жыланды Биғалды жеп алады.
Бір күні қашып шығып ағамыздың ажалға тажал болып отырған сол ерлігіне Омар күркесінің сыртынан қарап тұр еді. Қала жақтан қоңқақ мұрынды бейтаныс қара сұры бір жігіт келіп су қайнатып жүрген Жолдыбайға сәлем берді де Омардың үйін сұрады. Жолдыбай Омардың күркесін нұсқап көрсетті. Дем алып жатқан Омар басын көтеріп тігіле қарады қара сұрыға. Бурлы сақал мұрты дір қағып тікірейе қалғандай көрінді маған. Ағатай, аман көретін күнім бар екен деп қара сұры жігіт Омарға қарай қауқалақтап ұмтылды. Ассалаумағалейкум, амансың ба аға? Әкем-ай, сағынғаным-ай. Арып қалжырап жүрген Омар орнынан жас жігітте жеп-жеңіл ыршып тұрды. Ойпырмай, бекеспісің, сені көретін күнім бар екен-ау деп құшақтаса кетті қара сұрымен. Бауырмай, мен де сағындым-ау. Қара сұрының бетіне бетін тақай берген Омардың аузы жуан қара сұры мұрынға сап ете түсте қыршып жұлып кеп алды. Қара сұры Бекеш өкіріп қалды да саңқия қалған кеңсірігін басып отыра кетті. Аузы толған мұрынды артына қайырылып түкіріп тастаған Омар кемпірінен құмғанды ымдап сұрап аузын шайқады. Бекеш тұмсығын басқан күйі атып тұрып жөнеле берді. Қарап тұрғандардан ләм деп аузын ашқан ешкім жоқ. Бекештің Омар алдындағы қылмысын бәрі де естігендей, кек сертінің кесімі айнымай орындалғанына бәрі разы болғандай. Жерде жатқан тұтас мұрынға түршіге қараған мен ғана шегініп кетіп күркеме кіріп алдым. Тірі адамның тірі жұлынған мұрнынан қан жылан жылырақ көрінді. Бигелдінің алдындағы жыланнан сескенбедім енді. Өмекеңнің жүрек ауруы енді жазылдау шіркін деп күрсінді Бигелді. Әкеме Ақтай да осылай бір кезгішесі. Айқара басқан қырсықтан бір арылып сергіп қалар еді. Омар мұрынды бір құрғақ төмпешікке апарып көме салды. Орнынан кең тыныстай келіп отырды. Орташа тұрмысымды құлаққа жатқызған осы мұрын қоңқиып алып тыныштық бермеп еді маған. Міне енді тынышталдым, өзі де тынышталды. Бұл жерде оның арызын қай қоңқуызы тыңдар екен кәне. Өзі қайдан келе қалды мұнда деп сұрады біреу. Қара жүрек әмсе ақ болып көріне бере алар ма? Момын жұртқа істеген қастығы ашылып қалған соң қашып шыққан ғой. Ошаққа от жағып жүрген Жолдыбай би тақпақтай жөнелді. Көк тұмсық неткен тұмсық, көпке бәлеткен тұмсық, өзгеге көр қазып жүріп, өз түбіне жеткен тұмсық. Әкем қайтып келе жатқанын көрген соң басқа сөзді тыңдамадық. Саудаға шорқақ әкеміз қаладағы бір байдың мал басқарушы дарғысымен достасып қайтқанын айтып берді. Алып келген еш нәрсесі жоқ. Білезікті достыққа өткізіпті де қайтыпты. Досымыз қазақ әйелімен үйленген Мәмет Тұрсын дейтін ұйғыр екен. Қыр-сырын, жай-күйін білмей тұрып, қай достық еді деді мұның, деп қалды шешем. Әй, алдануың осы, ол бір алаяқ қу ғой тегі. Білезігіңді алдап соққысы келмесе, дос болып неге қызықты дейсің? Тұрмыстан қысылсаңдар көшіп кел деді. Қысылуды бұлай қойып қырылғалы отырғанымызды айттың ба? Айттым, келісімен бір бұзаулы сиыр беремін деді. Достығыңның басы қасында болып білезікті бергеніңді көрген ешкім бар ма? Білезікті жыртия күліп қарағатын салып алған, оның қолынан ауылы көрмеді деймісің? Ниеті дұрыс болса көшіп баруыңа, тым болмаса бір өгіз бермес пе еді? Жүкті жаяу көтеріп шұбыруыңды көргісі келген қандай дос ол? Тез жетейік соған деді Бигелді. Көшіп бір жаққа зытып бермесе не қылсын? Қоқыр соқырымызды 4 дүйенің үстіне тағы артылды да тағы көштік. Адам іспетті сол Мәмет алдаса, достыққа, адамдыққа, тіпті Құдайға да сенімім осымен аяқтасар деп қойып, қап көтерген әкеміз алдыға түсіп теңселе жөнелді. Тәңір қақысынан дос қақысы ауыр. Құдайды ауызға алып дос болдық. Құдай алдында достасқан ақыреттік дос алдаса кім алдамас? Қой бәйбіше, күнәға бекер батпай барғанда көрелік. Әкеміз шәуешектен не дәуір алысқа ілушіннен боздақтан өтіп, одан Еміл жаққа барып достасқан екен. Біз ара қонып, аяғымыз тұтас қорғасындай ауырлап, әрең көтерілетін болғанда, тақым тарамысымыз резіңкедей созылып болып, енді созылуға келмей қалғанда буындарымыз дір қағып әрең жеттік. Дос ауылымыздың сарала жұрты көрінгенде жүрегім зу ете түсті. Достың жұрты бос қалыпты. Әкем түтігіп кетті. Өзіне Бигелді көзінің қырымен қарағанда, біз бір-бірімізге жаутаңдай қарасқанымыз да онан сайын қысылып, онан сайын тұншықты. Жүгін жұртқа тастай салып, жыртық тақиясын қолына алды да үн-түнсіз бүлкілдеп желе жөнелді. Көз ұшындағы бір ауылға қарап бүлкілдеп барады. Досының көшіп барған жерін білмек сияқты. Әкемнің төбесі әрең көрінсе де, әлі бүлкілдеп бара жатқаны анық байқалды. Ойлы қырлы сары далада ылдиға қарай домалаған доп сықылды, сол бас әр қырға бір соғылып,
әр кедергіге бір қағылып, әр қырсыққа бір шалынып, ырши домалап барады. Сары аспан, шақырайған сары күз, сары уайымның лайсаң теңізіндей, сарылған сары даланың толқындары да сап-сары сияқты. Сары дөң, сары белестер көрінеді. Қара доп сары толқындарға сүңгіп көзден тасаланды. Үнсіз дағдарған шешеміз сол жаққа қарап отырып, ауыр күрсінді. Осындай дүниеде ақ көңіл адамнан сорлы жан болмайтын сияқты ғой, деді бір кезде өзін өзі сөйлегендей. Ешқайсымызға қарамай, туыстыққа да, достыққа да, жақсылыққа да әбден алданып, талай бақытқа кенеліп, талай сорланып көрген адамның қолындағысын көріп, құйрығын бұлғаңдатқан бейтаныс біреуге тағы да алдана салуын қарашы. Әлгі қара доп қайта көрініп, бізге қарай қайта домалады. Өзі бидайша қорып жүрген адамды біз тағы қуырып күйдіре бермейік деп шешем Бигелдіге қарады. Енді қыжыртпай-ақ қой, табармыз, таба алмасақ лажне, Құдайдан күттік. Басын төмен салып ырғала жетті әкем. Олар Абдыра жаққа көшті дейді. Бар буыннан бірақ айырылғандай сылқ етіп отыра кетті. Абдыра, анау Қарақабақтың ар жағы, Тарбағатайдың анау адыры ғой. Қайда қашып құтылар дейсің, бірақ соның мына сұмдығынан қорықтым. Дос болып жарыта қоймас, бірдеме бермесе қайтарып алсақ болғаны, Құдайдан безгеннің өз екен. Енді қайтеміз, оны өзің қуасың ба, жабыла қуайық ба? Бұл қудалада неміз бар, бәріміз қотарыла барып бірақ басуымыз керек қой. Сол жұртқа шай қайнатып іштікте, сол жұртқа түнедік. Салқында жүріп алу үшін екешкіні ерте қомдадық. 4 түйені дағдылы жүгінен басқа ауыспалы жүк биғайша еді. Оны шешеміз бен биғазы кезектеп арқаласады. Төтелеп Тарбағатайдың бөктеріне қарай шуадық. Бұл реткі көшіміздің салтанатын сөйлеуге қиналамын. Бәрін сөйлеу пайдасыз, себебі оны суреттеп көрсеткенімен бізге сыйлық бермейсіз ғой тергеушім. Сізге керегі қылмыс. Бұл үшін ел іздеп шөл кездеген иесіз бұралқы иттің дел осында болатын қылмыстарды біздің деломызға да қосып жіберсеңіз болғаны. Онда иттің де ыстыққа шыжитын майы болмайды. Біздікі сияқты қаны ғана кебеді. Мұрнынан алған демге ол да қанағаттанбай аузын арандай ашып, тілін салақтата обады. Оның қылмысы да қарнының қай жерінде екенін таба алмайсың. Қылдырықтай болған бел омыртқасына жабыстырып алады да бүктетіле бүлкілдейді. Анда-санда тұмсығын бір көтеріп қойғаны болмаса, ол да басын жерден алмай бүлкілдейді. Тұмсығын көтеріп қоятыны қылмыс іздегені, басын жерден алмайтыны Тәңірінің салақтығынан тастап кеткен бірдемесі кездесер ме екен дегендей сасық дәмесі. Мұндайда Тәңірі салақтық етпесін бе? Сонда да біз сияқты бұралқының кәсібі осылай болады. Біраздан соң түңілумен дәрменсіздік салдарынан бүлкілдеуін қойып ілбуге түседі. Бұралқыда қоламтадай ыстық тастаққа бізше тасырқаған табанын кібіртіктеп әрең басып, бір белеңге шыққанда бұраң етіп қисая кетеді, немесе шоңқиып отыра қалады. Ен далада жолай отыра берсе өліп қалатындығын тағы біліп, тағы ілбейді. Бұралқыда жоқ іздеген біз сияқты. Біресе олай, біресе бұлай қаңғиды. Бұралқыға ауыл иті өш болады. Бұралқыға біздің осындай жалпылық ұқсастығымыз болса да, біздің одан әлде қайда артықшылығымыз барды. Бұралқы жалғыз өзі салт қаңғиды, ал біз шиеттей шүйебөрі сияқты шұбыра қаңғимыз. Бұралқының көтеретін жүгі жоқ, ал біз байлықты әрең көтеріп қаңғимыз, және ол бұралқы ит емес пе? Біз адамбыз, ешкіге жүк артуды да білеміз. Сайып келгенде иесіз бұралқыға бүтіндей ұқсап қалдық. Бүкіл Абдыраны тіміскілеп шұбырып досымызды таба алмадық та, бір бұлақтың бойына бұралып құлай кеттік. Екешкіде тас төбесінен ұрғандай сұлай кетті. Қараүңгір жаққа келмесе Абдыраға келмеді деген бірнешеудің сөзімен кеш бата Қараүңгірге әкем мен Бигелді жөнелді. Екі ауылға барып сұрақ екен, олар ондай адамды білмейтіндіктерін айтыпты. Үшінші ауылға барып сұраса, түн ішінде ұрыс сияқты көрініп, өздері тергеуге түсіпті. Жалынып, жалбарынып жайын айтқан әкеме бір ғана жөн айтылыпты. Мәмет Тұрсынның тұра тұрсын, бұл жақта тіпті Мәмет атаулы дарғы да, Еміл жақтан көшіп келген мал да жоқ. Өздерің аман ғана қайтып кетіңдер, бұл жақта мал жоғалып жатыр деп Құдайға қараған бір қария амандық жаққа қайта қуыпты. Сөйтіп сойда ауылда екі мықтымыз бізді таң бозара әрең тапты. Кебек нан таусылды деп жариялады шешем. Енді қырылмай тұрып, көтерме бидай тауып орайық, Құдайдан күттік. Осы бір Құдайдан күттік дейтін сөз құрдым, шарасыздықтан шығатын сөз ғой. Сөйтсе де әкеме бір тоқаштың күшін бергендей болды. Ол әбден арыған кәрі бөртенің жүгін, шешемнің жүгі Биғайшаның да өз жүгіне қосып бірақ көтерді. Оның бірнеше күннен бері дем ала алмағанын айтып, жүкті бөліп көтермек болған шешеме үзілді-кесілді ширақ жауап қайтарды. Қой бәйбіше, мені аяма енді. Сені өмірлік азапқа салған. Мен бұралқымын. Мына кішкене күшіктерді де
көз ашқалы сорлатып келе жатырмын. Сендердің алдыларыңда менен үлкен қылмысты жоқ. Алла тағала өмірлік нағылат қамтын кигізіп қойған, мені аяудың өзі қылмыс. Жә, ада күде таусылма енді, деп шешем жылай ерді соңынан. Көр деген ғой, бәрін көрейік, биелі де бәріміз тең дәрежелі бұралқымыз, бәріміз тең дәрежелі қылмыстымыз. Себебі қылмысының түп тамыры құмар құлқын, шындық осы емес пе? Ендеше пәкітте сол тізбекте тамаққа құмартпай, тіршілік үшін тырыспай келе жатқан қайсымыз бар? Бәріміз құлқын іздеп шұбырып келеміз ғой. Күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмей, осыншалық арып ашып жанталаса іздеп жүргеніміз қылмыстан басқа еш нәрсе емес екенін сізден басқа кім түсінбек?